сіздер дәл кафе ресторанда осындай сорпаны ішсеңіздер, енді соны үй жағдайында өте дәмді қылып жасауды үйренеміз. Ең алдымен видеоның соңына дейін көріп, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазанға етімізді салып, жақсылап қайнатып аламыз. Сиырдың немесе қойдың қабырғаларын қоссаңыздар, сорпаларыңыз өте дәмді болады. Бір қайнап шыққаннан кейін осылай көбігін алып тастаймыз. Енді қосатын көкөністеріміздің барлығын осылай майдалап немесе төртке бөліп қоссаңыздар болады. Осындай ашты бұрышты да қосып жіберіңіздер, сорпаларыңыздың дәмін өте ерекше қылып дәмді қылады. Сәбізді де осылай 4-ке 5-6-ға бөліп, помидорды, картошка, пиязды қосатын боламыз. Пиязды бүтіндей саламыз. Егер картошкаларыңыз майда болатын болса, онда оны бүтіндей қоса берсеңіздер болады. Ал егер үлкенірек болса, 4-5-ке бөліп сала берсеңіздер болады. Осылай барлығын салып, оттың астын жай қойып, қайнатып алатын боламыз. Сол кезде сорпаларыңыздың түсі тұнық болып, өте әдемі болады. Міне өздеріңіз көріп тұрғанда біздің сорпаларымыз дайын болды. Жақсылап араластырып, енді отбасымызға ұсынсақ болады. Осылай кесеге құйып, сорпасынан салып, үстіне көк шөптерімізді қосып, әсемдеп қонақтарымызға ұсына берсек болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Достар, қазақша футблогтың дамуына өздеріңіздің үлестеріңізді қосып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір жазған комментарийларыңыз, лайктарыңыз мен үшін өте маңызды. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, көп рахмет. Сіздермен болған мөлдір ас болсын.